Келе жатыр Абайжан, қыз бозбала, қане, абайла, жарылыңдар жол беріп, бер кезекті абайға. Үш күндік жол жеткізбей сағымдана, сағынып балаң келет арудала, қорықтан күн шыққанда атқа қонып, мінекей жетіп қалдық ауылға да. Мына баланың ауылға асығуына я? Жазықсыз сары биек, көкшіл қоныс, ақ көделі әдем өлкем. Сайын дала сарарқа, самауды тау, сағындырдау кен бұлақ, салқын жайлау. Мөлдір бұлақ, көл қайнар, көк орайлы, әуе жұпар, су кәусәр, нұр арайлы. Кел, қыз жігіттер, бүгінгі кеш тамаша, үлесіңді алып қал, ойна, биле әуеле, шырқа бәнге салып қал. Ақ шіркін, мың оралған бишілер. Дәурен, бадар күн таудан асыл, қызыл дүние, қызыл нұр, қызық қасыл. Күнді құшар ақшамда алаулаған, манаураған дүние, мауқын басып. Сыпыраяқ ақтанның күн шығарып пердесін, білемісін бүгін түн, енді айналып келмесін. Бастойында, қыздырындар думанда, ақ сүйекті жеткен алар қуғанда, жүгіргенмен бұйырғаны піскені, сергек құлақ, қанялып қаш қыздарды. Абайжаным, кел Абайжан. Қоңыр қозым, қолыным, кел, искет, сүйгіз беттен, маңдайдан. Айналайын құлыным, әкеңе бар, сәлем бер. Ассалаумағалейкум, данам. Уағалейкум әссәлем. Хош сау кепсін балам, көп күткен көңіл алам.
Есейіп өсіпті ау бойын. Өсті ме? Бойындай ойын балам. Аттандырдым сапарға бәрі десте. Бұл жалғанда жай барма естен кетпек. Бірақ та сендер берген білімдерін бере алмайды медресе ешбір мектеп. Немене балам? Неден ширықтың жөніңді айтшы? Әке, жан барма сенің жұмбақ сырыңды ашқан. Ел үшін ескі тамда мектеп ашқан. Қатыгез қаһарына сене алмаймын. Сен емеспен қарқаралы маңына мешіт салған. Қазақта ақыл берем, түзеймін деп қам жеген адамға екі нәрсе керек. Әуелі зор үкімет, одан кейін қолында жарлығы бар кісі керек. Медресеге жіберіп балаларын ол жолмен бұл жолға салу керек. Аталарын паралап, балаларын алып, бастапқы айтқандай жолға салып, тағылым берсе, сонда түзелер. Болар сонда халық. Балам, орай келгенде айтармын деп жүредім. Сенің бойынан көрер менің мінім бар. Айтыңыз, әке. Ең әуелі айырмайсың. Парқын арзан мен қымбаттың. Өзіндегі барыңды арзан ұстайсың. Болдай білмейсің. Көп күлкіге, болымсыз ермекке асылыңды шашасың. Жайдақсың. Ойламайсың абайды. Жайдақ суды ит те, құс та жалайды. Содан соң дос пен қасты сараптаудан қаштың. Досқа досша, қасқа қасша қырын жоқ. Ішінде жатқан сыр ұшығы жоқ. Жұрт бастайтын адам ондай болмайды. Басына ел үйірілмейді. Одан кейін оқу білім дегенді ұран қылып, ел қамынан алшақтамақ ойын бар. Солай қарай тым ден қойып барасың. Әке, Қазақтың етінен өткен, сүйегіне жеткен, атадан мирас алған, ананың сүтіменен біткен адамдық әлде қашан адамшылықтан кетірген. Өздерінің ырбаны бар ма, пыш-пышы бар ма, гуілдегі бар ма, дүрілдегі бар ма, сонысынан дүниеде ешбір қызықты нәрсе бар деп ойламайды. Ойласа да бұрып алмайды. Егер сөз айтсан, түгел тыңдап тұра алмайды. Не көнілі, не көз алаңдайды. Енді не қылдық? Не болдық? Амал қайда? Амалға ақыл берер балам қайда? айтар менде ақыл бар ма саған, әке? Ақылыңа жетпес жұрттың жиыны да, жетсе жетер бір биікке абай, әке. Ол дағы Құнанбайдың иығы да. Балам, бәрін өзің көрдің, естідің. Мендегі бар арманым әділдікке ерік беріп, қалың елге тыныштық орнағаны. Қадірлейік 5 күнде өзімізді, қазақтың бірлігі ғой қолда бары. Осы жай бар мекен баламның бір ойлағаны. Халық үшін де, өзім үшін де дүниенің ең асылы білім, өнер. Білім, өнер болмаса күнім сөнер. Тірліктен ала алмаған асылымды, содан алсам төртеуім түгенделер. Көрсек дағы қиын күндер, туар жана тағы күн. Мен сенемін қазағыма, мен сенемін бәрібір.